لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام، فإذا كان يجب أن يكون دينه الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث من 3 сабақтың тапсырмалары. Дәптерлеріңізге дұрыстап аласыздар, мен жауаптарын айтамын. Ат-тадрибату тапсырмалар. Ат-тадрибул аувал, бірінші тапсырма. Ихтарил мунасиб. Ихтар аль-мунасиба. Мунасиб деген сай. Сай болған нәрсені ихтар, таңда. Мына жерде бос орын тұр. Осы жердегі жақсы нәрседегі 3 сөздің бірін таңдайсыз. Мысалға, назала түсті, дахала кірді, хараджа шықты. Мына жерде текст бойынша қайсы сай келеді? Хараджа Махмудун минал матуари. Махмуд аэропорттан шығып кетті. Ямши насу ала, адамдар жүріп бара жатыр. Аш-шариъ, көшенің үстінде ма? Ар-расиф, тротуардың үстінде ма? Әлде аль-хафилат, автобустардың үстінде ма? Ямши насу ала расиф болады. Адамдар тротуардың үстінде жүр. Тасиру фи тариқи, жолдар жүріп бара жатыр. Таират, самолеттар ма? Шахинат, камаздар ма? Әлде кемелер ма? Суфун, кеме. Шахинат, камаздар. Риджал шурта, милиция кісілер. Юназзимун, реттестіріп жатыр. Юназзифун, әлде тазартып жатыр. Әлде юфаттишун, біз жерде юфаттишун бар, тексеріп жатыр. التدريب الثاني يكش تفسير. ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في مكانها المناسب. ضع كل كلمة بتكون سوز قوي من الكلمات الآتية كيلسي كيلو جاتخان سوزلردен في مكانها المناسب өзінің сай келетін орнына қой деп жатыр. Мысалы, мына жерде қара сөздермен жазылған аль-унван, адрес, танқулу, көшіріп жатыр, аль-аддат, счетчик, ашир, сілте, адфау, төлеп жатырмын, аль-имару, ғимарат, аль-хафилату, танқулу нас, иля амалихим. Автобус адамдарды жұмыстарына тасып бара жатыр. Васала Махмуду иля аль-имара. Яхсубу аль-аддад. Яхсубу аль-аддаду аль-уджрата. Счетчик ақшаны санап жатыр. Төртіншісінде иля сайярат аль-уджрати ва аъти лис-саиқ. Екі бос орын тұр. Мына жерде ашир, яғни сілте, иля сайярат аль-уджра. Таксиді сілте, таксиге сілте, яғни таксиді тоқтат. Сосын ва аъти лис-саиқи, жүргізушіге бер, аль-унвана, адресті бер. Соңғысы адфау, жалғызып, адфау аль-уджрата вақтан нузул. Түсетін уақытта ақшаны төлеймін деп жатыр. Ат-тадрибу ат-талис, үшінші тапсырма. Раттиб кама фил мисал, мысалдағыдай реттестір. Иля ас-сайяра аркабу аль-мадината деп тұр, дұрыс па? Мына жерде яғни орындан шатастырып тастаған. Соны жинайсыз. Мысалға, аркабу ас-сайярата иля аль-мадина, көлікті қалаға дейін мінемін деп жатыр. Мына жерде фи аль-ашжар ат-тариқ ара. Бұның жауабы ара аль-ашжара фи ат-тариқ. Жолда ағаштарды көремін деп жатыр. Ал-уджра ядфау лисаиқи ар-руккаб. Бұның жауабы ядфау ар-руккабу ал-уджрата лисаиқи. Ядфау ар-руккабу ал-уджрата лисаиқи. Яғни ар-руккаб бұл жолаушылар. Жолаушылар жол ақысын жүргізушіге төлеп жатыр. Үшіншісінде иля васалат аль-унван ас-сайяра. Бұның жауабы васалат ас-сайярату иля аль-унван. Машина адреске жетті деп жатыр. Иля ашара Махмудун аль-уджра және сайяра. Бұның жауабы
Ашара Махмудун иля сайярати уджуратин. Махмуд таксиге қолын сілтеді, таксиге сілтеді. Бесіншісі, фи хафилат ат-тариқ тасиру ва және шахинат. Бұның жауабы тасиру хафилатун ва шахинатун фи ат-тариқи ва. Автобустар және камаздар жолда жүріп бара жатыр. Ат-тадрибур раби'у. Төртінші тапсырма. Сил байнал калимати фил қаймати алиф ва диддаха фил қаймати алба. Яғни мен жерде алиф ал-қайма тізбек, алиф тізбегіндегі сөздерді және бә тізбегіндегі сөздерді бір-біріне қарама-қарсы антоним болған сөздерді қой дейді. Мысалға, нихая бұл басы. Нихая бұл соңы. Оның антонимі бидая, басы. Наам бұл я, оның антонимі жоқ, ла. Фариха бұл қуанды, қайғырды, хазина болады. Ракиба мінді, назара түсті. Ақаза алды, аъта берді. Васи' бұл кең, дайық бұл тар. التدريب الخامس بشن تفسير اكتب الكلمات الآتية. اكتب الكلمات الآتية في جمل من عندك. Bunu өздеріңіз тапсырма ретінде жалпы бұл жерде мына сөздер берілген, сол сөздерге өзіңіз ойдан құрастырасыз. Иншалла бұл жеңіл. Ат-тадриб ас-садис бұл да өздеріңізге, яғни бұл диалогты толықтыр деп жатыр. Мысалы, Али мен Омардың телефонда сөйлесулері, соны өзіңіз толықтырасыз. Ат-тадриб ас-саби', жетінші тапсырма. Истахдим ма яти фи суалин сумма аджи кама фи мисал. Истахдим деген қолдан немесе пайдалан, ма яти келесі сөздерді пайдалан, фи суалин сұрақ қойып пайдалан. Кейін жауап бер деп жатыр. Мысалдағыдай, мысалға мен жерде маза фи тариқ деп тұр, дұрыс па? Мысалында мисал деп тұр. Оны мысалға бұлай сөйлем құрастырған. Маза раайта фи тариқ, жолда сен не көрдің? Раайту фи тариқи дуккана ва масжида, жолда дүкенді және мешітті көрдім дейді. Мысалға мен жерде маза фил хақибати, мысалға маза юджаду фил хақибати, мысалға сумкада не бар? Мысалға юджаду фил хақибати қаламун, сумкада қалам бар. Мысалға хәл деп тұр, мысалға хәл тазхабу илал марказ, марказға барасың ба? Наам азхабу илал марказ, я марказға барамын. Мысалға кам деп тұр, әл-китабу деп тұр. Мысалға кам саману хазал китаби, мысалға мына кітаптың бағасы қанша? Саману хазал китаб миату жунейхин, бұл кітаптың суммасы 100 жунейх деген сияқты. Мысалы жерде айна және фил қахира тұр. Мысалға айна таззаб, мысалға айна таскуну фил қахира, Каирде қайда тұрасың? Аскуну фил қахирати фи мәдинати Насрин, Каирде Наср қаласында тұрам. Мата Макката деп тұр. Мекке және қашан? Мата тусафиру иля Макката, мысалы Меккеге қашан сапар қыласың? Саусафиру иля Макката фи уақтин қарибин, жақын уақытта барамын Меккеге демекші. Ат-тадриб ас-самин, 8-ші тапсырма соңғы. Аджиб амма яти, келесі сұрақтарға жауап береді. Бұны диалогқа қарап. Мысалға, минайна хараджа Махмуд, Махмуд қай жақтан шықты? Хараджа Махмуду минал матар, Махмуд аэропорттан шықты. Маза кана фи тариқ, жолда не нәрселер болды? Кана фи тариқи хафилат ва шахинат деп жазасыздар. Аллаху алам. Бізде бүгін жаңа сабақ ад-дарсу ар-раби', 4-ші тапсырма. 4-ші сабақ. Бүгін біздер иншалла жаңа сабақ, 4-ші сабақта мән беріп тыңдаймыз, маңызды сабақтардан. Бізде бүгін міне жаңа сабақ. Анва'ул аф'ал, етістіктің түрлері. Анва' бұл жама, яғни көпше түр, оның муфрада жекешесі нау'a болады, бұл түр. Анва'ул аф'ал, аф'ал бұл фи'ілдің жамғы, яғни көпше түрі. Фи'іл бұл етістік. Етістіктер аф'ал болады. Анва'ул аф'ал, етістіктің түрлері. Алиф бірінші түрі. Мына етістіктің бірінші түрі.
Al-fi'l al-madi өтіп кеткен шақ, өтіп кеткен етістік. Мысалы Құранда келеді: Саббаха лиллахи ма фис самавати вал ард. Аллахқа аспандағы және жердегі нәрселер тәсбих айтты дейді, пәктеді, Аллах тағаланың кемшіліктерден не пәктеді деп айтыр. Бұл жерде саббаха бұл не? Фи'л мади, өтіп кеткен шақта. Мысалы екінші сөйлемде Хараджа Махмуду минал матар. Махмуд аэропорттан шығып кетті, ол өтіп кеткен шақ. Сарати сайярту фи тариқ. Жолда машиналар жүрді, яғни жүріп кеткен, өткен шақта. Фариха Махмудун кафиран. Махмуд қатты қуанды, немесе көп қуанды. Фариха бұл өткен шақта. Енді қараңыздар, мына жерде айтып жатыр: Иқра ламсилата сабиқата. Яғни сабиқа жаңа өтіп кеткен мысалдарды оқы деп жатыр. Валахизил калимати лати тахта хат. Және астында сызықтар сызылған сөздерді лахиз деген, яғни мән бер деп жатыр. Мән беріп қара. Мысалға саббаха, хараджа, сарат, фариха. Осы естіктердің барлығы не? Міне түсіндіріп жатыр. Күллі калимати минха, осы сөздердің барлығы фи'л деп жатыр, етістік. Яғни бұл іс-әрекет. Саббаха, Аллах тағаланы пәктеді. Хараджа, шығып кетті, бұл іс-әрекет. Сарат, жүрді. Фариха, қуанды. Бұның барлығы етістік. Күллі калимати минха фи'л деп жатыр. Бұл сөздердің барлығы етістік. Бимағна, яғни мағынасы күллі калимати минха тадуллу ала хадас. Бұл сөздердің барлығы манаға тасбих айтты, шығып кетті, жүрді, қуанды. Осы сөздердің барлығы дәлел болады ала хадас, бір жағдайға, бір іс-әрекетке демекші. Хадас бұл бір болған жағдай. Ва ала заман, бұл бір уақытқа дәлел болады. Ол уақыт қандай уақыт? Ва хаза заману қад мада деп жатыр. Бұл уақыт өтіп кеткен. Мада деген өтіп кетті. Яғни фата, жақшаның ішінде маданың мағынасы. Фата деген яғни өтіп кетті. ولذلك فكل كلمة منها تسمى. ولذلك دين сол себепті. Сол себепті فكل كلمة бүткіл сөздер, мұна жаңағы айтқан сөздер. Минха деп жатыр. Осы сөздердің барлығы тусамма айтылады немесе саналады фи'лан мадиян. Өтіп кеткен шақ деп айтады араб тілінде. Фанақул, біз айтамыз мысалға. Хараджа шығып кетті, сара шығып кетті. Мұна сөздердің барлығы әл-мухим фи'л мадин. Араб тілінде оны өтіп кеткен шақ деп айтады. Хунака аф'алун ухра, және бұл жерде жалпы араб тілінде демекші басқа да етістіктер бар. Мысалға сіз білетін етістіктер. Мысалға акала жеді, ража қайтты, бака жылады. Екінші түрі, етістіктің екінші түрі әл-фи'л мудари'. Мудари' деген осы шақ, қазір болып жатқан процесс. Мысалы мен сөйлеп жатырмын. Бұл сөйлеп жатқаным қазіргі шақ. Әл-фи'л мудари', қазіргі шақ. Екінші түрі, етістіктің екінші түрі. Мысалға Құранда келеді: Ияка нa'буду ва ияка наста'ин. Ияка нa'буду, ияка деген тек қана саған. Нa'буду, біз саған ғана құлшылық қыламыз. Ва және ияка саған ғана, наста'ин, сенен ғана жәрдем сұраймыз. Фатиха сөзі 5-ші аят. Осы жерде нa'буду ассызылған, наста'ин жәрдем сұраймыз. Осы етістіктердің барлығы осы шақта болып жатқан етістік қазіргі уақытта. Кафирун сүресінде ла а'буду ма та'будун деп жатыр. Мұхаммад саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллам мүшриктерге хитап қылып, яғни мәміле қылып айтып жатыр. Ла а'буду, мен құлшылық қылмаймын. Ла а'буду, құлшылық қылмаймын. Ма деп жатыр, та'будун, сендер құлшылық қылып тұрған нәрсеге мен құлшылық қылмаймын деп жатыр. Осы жерде а'буду және та'будун, осы екі етістік фи'л мудари' деп аталады. Яғни осы шақта болып жатқан етістік. Кам тадфау ли сайяратил ужра. Таксиге сен қанша төлейсің? Тадфау сен. Кам тадфау ли сайяратил ужра. Таксиге сен қанша төлейсің?
تمشي الحافلات في الطريق. автобустар жолда жүріп бара жатыр қазір уақытта. رجال الشرطة ينظمون المرور. Милиция кісілер қозғалысты юназимун реттестіріп жатыр. Енді қараңыздар. Иқрал амсилата сабиқата, жаңағы осы етістердің барлығын оқы, мысалдардың барлығын оқы. Валахизил калимат аллати тахтаха хат. Астында сызық қойылған сөздерді, мысалы тамши, тадфау, абуду, табудун, юназимун, осы асты сызылған етістердің барлығы мән беріп қара. Міне, набуду, настаин, абуду, табудун, тадфау, тамши, юназимун. Осы етістіктердің барлығы күллі калиматин, бүткіл сөздер, минха, осы сөздердің барлығы тадуллу ала хадас. Бұл бір іс-әрекетке, хадас, яғни бір болған жағдайға дәлел болады, болып жатқан жағдайға. Ва ала заманин хадир, және ол қазіргі болып жатқан немесе келе жатқан уақытқа дәлел болады. Ва мустамиррин, хадир деген яғни алдағы уақытқа дәлел болады. Ва мустамир, және осы уақытқа дәлел болады. Мустамир деген яғни жалғасып жатқан, болып жатқан. Ва юсама куллун минха, және солардың барлығы саналады, айтылады араб тілінде фи'лан мудари'ан, қазіргі, яғни болып жатқан етістік деп айтылады. Фанақул, мысалы біз айтамыз, нa'буду юназимун, бұның барлығы фи'л мудари'ан. Және одан кейін өзіңіз білетін етістіктер. Етістіктің үшінші түрі фи'лул амри, бұйрық етістігі. Мысалы Құранда Аллах Тағала айтады: "Иқра бисми раббикаллази халақа". Иқра, оқы деп жатыр. Бисми раббикаллази халақа, жаратқан Раббыңның атымен оқы. Ең алғашқы түскен аят. Қала Расулуллах саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллам, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллам айтты: "Ихфазиллах яхфазук". Ихфазиллаха яхфазук. Аллахты сақта, ол сені сақтайды. Аллахты сақта, ол сені сақтайды. Ихфаз, сақта. Иркабис сайярата, көлікке мін. Иркаб бұл мін деп жатыр, бұйрық. Идфа'ил хисаб, шотты төле. Құранда айтады Аллах Тағала: "Қул хуаллаху ахадун". Айт, ол Аллах ахадун, жалғыз деп жатыр. Қул, бұл айт. Және Ниса сүресінде келеді: "Я айюхаллазина утул китаба амину бима наззална мусаддиқан лима ма'акум". Я айюхаллазина утул китаб, ей кітап берілген адамдар, амину бима наззална, біз түсірген нәрсе иман келтіріңдер, мусаддиқан лима ма'акум, сендердің алдарындағы кітаптарды растайтын деп жатыр. Одан кейін иқра амсилата ва лахизил калимат аллати тахта хат, жаңағыдай мысалдарды оқы, және астында сызық сызылған сөздерді мән беріп қара деп жатыр. Иқра, бұл оқы, ихфаз, жатта, сақта, немесе жатта, иркаб, бұл мін, идфа, төле, қул, айт, амину, иман келтіріңдер. Күллу калимати минха, осы сөздердің барлығы тадуллу ала талаб min ahadin ila ahad, біреудің екінші біреуге талап етуін білдіреді, бір нәрсені талап етуін. Яғни бір адамның екінші адамға талап етуін дәлел болады. Ва ала заман мустақбал, және бұл алдағы уақытқа дәлел болады. Ва юсамма куллун минха, және сол етістіктердің барлығы аталады фи'лан амран, бұйрық райы деп айтылады, бұйрық етістігі. Әл-әна, сен қазір арафта, білдің деп жатыр. Сен қазір білдің. Әнна, шын мәнінде әл-фи'л, бірінші сен жаңа мен айтқан нәрсенің барлығын ең бірінші білдің. Әл-фи'лу ядуллу ала амалин фи заман. Етістік бұл бір уақыттағы іске дәлел болады. Амалға, бір уақыттағы, бір замандағы амалға дәлел болады. Фахал Мухаммад баб шаджара арт ахмар, Мухаммад есік, ағаш, жер, қызыл, осы сөздердің барлығы етістік па? Жоқ, етістік емес, бұлардың барлығы есімдік. Екіншіден сен білдің, әл-аф'ал саласату анва'. Етістіктер үш түрлі болады. Фи'лун мадин, өткен шақ, фи'лун мудари', осы шақ, фи'лун амрун, және бұйрық шақ.
Аллаху алейм. Үйге тапсырма. Ат-тадрибат тапсырмалар. Ат-тадрибул аувал бірінші тапсырма. Ихтар мимма байнал қаусайни ма юнасибу ма тахтау хат. Екі жақшаның арасындағы, қаусайын деген екі жақшаның арасындағы сай келетін мұны асты сызылған сөз бар ғой. Ма тахтау хат деген, яғни асты сызылған нәрсеге сай келетін жақшаның ішінде екі сөздің біреуін, үш сөздің біреуін таңда жақшаның ішіндегі сөздерді. Мысалы, мади, мудари, амр деп тұр. Өтіп кеткен және осы және бұйрық шақ. Осы жерде мысалға бірінші сөйлем берілген, шакара асты сызылған, яғни шүкір етті, алғыс айтты. Шакара талибул устаза. Студент ұстазға алғыс айтты. Айтты деп жатыр. Бұл өткен шақ па, әлде осы шақ па, әлде бұйрық па? Бұл өткен шақ. Осылай астын саз. Немесе дәптерге жаз. Келесі сұраққа жауап айтамын. Ат-тадрибу сәни акмил бифиали мунасиби мимма яти. Акмил бифиали мунасиб сай келетін етістікпен толықтыр. Мимма яти келесі келгендерді. Нама ұйықтады. Исма тыңда. Уазана өлшеді. Тахуду алып жатыр. Барака береке берді. Тадфау төлеп жатыр. Инзил түс. Шакара рахмет айтты. Мына жерде бос орындар берілген. Осы сөздердің барлығын сай келетін орнына қоясыз. Мысалға біріншісінде ал-муаззафул хақаиба деп тұр. Мысалға біріншісінде уазанават. Уазанал муаззафул хақаиба. Жұмысшы сумкаларды өлшеді деп жатыр. Ат-тадрибу салис. Үшінші тапсырма. Хауил минал мади илал мудари кама фил мисал. Мысалдағыдай өткен шақты осы шаққа айналдыр дейді. Мысалға мына жерде берген қатамал муаззафул жауаза. Жұмысшы паспортке печать қойды. Бұл өткен шақта. Яхтимул муаззафул жауаза. Жұмысшы паспортқа печать қойып жатыр. Яхтиму бұл жерде осы шақта. Қатама бұл өткен шақта. Осылай жалғастырасыздар. Яғни өткен шақты осы шаққа айналдырамыз. Ат-тадрибу рабиъ. Төртінші тапсырма. Хауил минал мудари илал амри кама фил мисал. Мысалдағыдай осы шақты, қазіргі болып жатқан процесті бұйрық шағына айналдыр. Мысалға, мысалда яхмилу талибул китаба. Студент кітапты арқалап бара жатыр. Бұйрық шағына айналдырған кезде ихмилил китаба. Кітапты арқала. Кітапты арқала. Мысалдағыдай. Бесінші тапсырма. ضع فعل مضارعا بدلا من الماضي فيما يأتي. ضع فعل مضارعا осы шақтағы етістікті қой. بدلا من الماضي. өткен шақтың орнына. Мысалы мына жерде خرج الفلاح إلى عمله في الصباح. Егінші таң уақытта жұмысына шығып кетті. وحمل فأس. وساق النبات ثم رجع إلى البيت وأكل الطعام ثم صلى الظهر ونام. Мысалы мына жерде осы асты сызылған етістердің барлығын өткен шақта, осы сөздердің барлығын өткен шақта, осы асты сызылған етістердің барлығын осы шаққа айналдырасыз. Мысалға, яхруджул фаллаху иля амали фис сабах. Егінші таң уақытта жұмысына шығып бара жатыр деген сияқты. Яхрудж, яхмил. Осылай. Барлығын айналдырасыз осы шаққа. Ат-тадрибу садис. Алтыншы тапсырма. Уктубил амра минал фи'ли лаззи байнал қаусайн. Екі жақшаның арасындағы міне осы етістікті бұйрық райына айналдырасыз. Мына жерде осы шақта болып тұр, оны бұйрық шаққа айналдыру керек. Мысалға, яфтах ашып жатыр. Аль-баба я Мухаммад. Ей Мухаммад, есікті. Ифтах бат. Ифтахил баба я Мухаммад. Ей Мухаммад, есікті аш. Аш. Одан кейін екіншісінде иқра суар ал-ихлас вал муауизатайн вастахриж минха ал-аф'ала би анваиха. Ихлас сүресін оқы және муауизатайн фалақ және нас сүресін оқы. Вастахриж минха ал-аф'ала би анваиха. Және ондағы болған етістіктерді шығар. Мысалға Құранда
Ықылас сүресінде құл хуаллаху ахад мана айтты. Құл бұл етістік. Мына жерге мысал жазасыз. Құл деп айт. Бұл наууху етістіктің қандай түрі? Бұл фиал амр болады. Амр деп жазасыз. Осылай. Құл хуаллаху ахад Аллаху самад лам ялид ва лам юлад. Лам ялид тумады және туылмады. Бұл фиал мудари. Осы жақта. Сөйтіп жазасыздар. Аллаху алам. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.